Ал балалар, сәлеметсіздер ме? Қалай сабаққа деген көңіл күйлерің қалай? Жақсы болса, ендеше серік сәтінен бір бастап кетейік. Ойымызды, зейінімізді сабаққа бұрып алайық. Ең әуелі барлықтарың бір сан ойлау керексіңдер. 1 мен 10-ның арасында бір сан ойлаңдар кәне. Ойша, бірақ ешкімге айтпай, тіс жармау керек. Дауыстап айтпау керек. Ойладыңдар ма? Ойладың ғой. Енді 10 мен 100-ның арасында бір сан ойлаңдар. Ойланыңдар. 10 мен 100-ның арасында бір сан ойлаңдар. Енді жаңа екеуін қосыңдар. Қосыңдар? Жеке-жеке сұраймыз. Қанша шықты? Білмеймін. Қалыңдар? Қанша? 64. Қанша? 63. Қанша шықты? 60. Қалыңдар? Келесі. Бөлді. Қанша? 56. Қанша? 55. Сенде? 55. Сенде? Haydi. Kalınlar gelesi. Sen. Ha sen. Жақсы. Жақсы. Ал. Жақсы. Жинақтап отыра қойды. Ал сөзді бөлмей балалар кәне әдеп сақтап, бұзбай кәне. Ойының бәрі, зейінің бәрі сабаққа бұрмалды. Кәне бастай қой. Бүгін жаңа тақырып өтеміз. Бүгін бейне сабақ, біліп отырсыңдар. Ашық сабақ, яғни ол ерекше сабақ. Бұрынғы өткен сабақтардан ерекшелі, өзгешелі сабақ болады. Ал әуелі тақырып таңдап алайық. Бүгін қайсысын таңдайсыңдар? Төртбұрыш па, дөңгелек па, дөңгелек па? Ал жақсы, дөңгелек болса. Керек емес, керек кезде қолға ал дөңгелек болса, мінекей дөңгелек болса, бүгінгі сабақтың мақсаты ойынға сценарий, яғни жоспар жазу. Тақырып ойынға сценарий жазу деген. Бұл жалпы ойын деген енді білесіңдер, иә? Ойынның түрі бар, күнделікті ойнайсыңдар, ұялы телефон қолданып ойнайсың, компьютерді қолданып ойнайсыңдар. Жалпы осы ойынға қатысты болады бүгінгі. Ойынды талдаймыз. Ойын деген не? Ол қалай өзі жалпы? Келесі ал ойынның сценарийі. Ойын деген не? Ойын сценарий деген не? Ойынды ойнайды. Біздің бүгінгі сабағымыздың мақсаты, түпкі нәтижесі ойынға сценарий жазу, сценарий құру. Осы сұрақтарға жауап іздейтін боламыз сабақтың соңына дейін. Келесі. Ал енді жалпы кеңінен танымал ойындар бар. Математикалық ойындар, есте сақтауды дамытатын ойындар және соғыс ойындары. Атысатын, шапысатын, сондай белсенді ойындар бар және осы мидың қызметін жақсартатын математикалық ойын, есте сақтау қабілетін дамытатын ойындар жетіп жатыр. Ал келесі. Мысалға мына дөңгелекті алма дейтін болсақ, 3 алмаға қосасың 4 алма. Қанша? Алма деп отырмын. Алмаға қосасың 4 алма. Жауабы дұрыс, жауабы жетті. Келесі ал, есте сақтауды дамытатын ойындарға. Мысалға, алда кәдімгі шулап алайық. Әлі тәртіппен қане. Мына екі суреттің арасында айырмашылық бар. Отыр. Отыр деп, отырна бар, отырна. Отыр. Орнынан рұқсатсыз тұрма. Бәрі бір айтқысы келіп тұр, тәртіппен қол көтерсін. Ал, жауап береді. Сен.
Sonda geçtiler. Ne var? Ne yok? Al. Geç tahtlara, gel tahtlara. Yok. Yani tahtlara gel. Tamamlar görüşeceğiz. Жақсы отыра келесі. Келесі. Яғни ай, білмесе келген қолын көрмесін. Тоқтар, міне, кел жатыр ма, кел жатыр. Жақсы, болды. Міне, балар әрді. Міне, бір нәрсесін таптыңдар, не бар, мына нәрсе бар, алға сүретті жоқ, екі нәрсе таптыңдар. Енді таппағандар қараңдар, мұнда 20-ның көрия, 20-ның қасындағы мұнда қызыл қысқа тіл, сағат түсті, мұнда қоңыр түсті, мұнда ақ түсті. Міне, қарап отырсаңдар, мұнда қол түсті, 3. Және де мынандай қол сағат бар, қол сағаттың мынандай тігісі бар. Ақшықпен, алдында ондай тігісі жоқ. Ал қане балдар, жинақталдар. Давай. Келесі. Қазір тағы бір сурет көрсетемін. Бұлап жұлдақ беттің қол көтер, шығарам, көрсетесің, орнына қайтып барасың. Сәтті ма? Қоятырға. Тақтаға шығып, көп мектіңларын. Ортына бар дейм, ортына. Енді шық. Алла, кім олай тәртіп бұзып, орнынан ұшып тұрып кетеді? Я, орнына бардың, орнына балдар. Орнында бекене тәртіп сақырсың, тәртіп қайда, орның қайда. Қане? Келсін. Ол орнында тұр. Сен сияқты кеткен жоқ. Мұнда жоқ. Қайсы қайсы? Қайсы? Жақсы, өте жақсы. Қане, келсін. Қана ашын. Қалдыменді, қалмадыға? Қалды қойдың, мынаны таптыңдар, одан кейін қалмадыңа сабағында бардыңдар. Жоқ, және дұрысын төрдеуін таптыңдар. Өте байқаныш қалғара кетсіңдер. Байқаныш. Ал балалар, енді жақсылар қане, қалар? Практикалық тапсырма өздерің күнделікті ойнайтын ойынның алгоритмін жазып береді. Вот мәтіндік редакторында қане, бір-біріне компьютерді қосыңдар. Ал, бір-біріне компьютерді қосалар. Егер сен күнделікті ойын ойнамасаң, енді өміріңде күнделікті ойнарға шығасың. Кезек-кезек рет-реттен жағдай, қосам, астаңдар.
Ал Танеге енді қос жігін. Қосылар, бәрі де қосылар. Отыр мұнда. Қос енді, қос. Бас. Практикалық тапсырма өздерің күнделікті ойнайтын ойындар алгоритмін жазып. Алгоритм деген өттік қой. Берде таптан өз жұмыс істейсіңдер.
Бүгінгі тақырыпқа байланысты ойынның сценарийін құруды бастап келейік.
әуелі ең алдымен ойынға ат қою керек. Ал ойынға ат қойыңдар, өздерің жазыңдар. Кез келген бір ойынға өздерің ойдан бір ойынды құрап, ат қойыңдар. Бір ойын ретелетсін, осылай қайсын, дұрыстаймыз. Дегеніңізді естейін. Ойынға ат қою, ойын не туралы бәрі интерактивті тақтарға қарамаңдар. Егер алыстан көздеріңіз жетпесе, жақындар көз қараңдар, жақындар. Я, ойынға ат қоймаңдар. Енді ойын не туралы, сол туралы жақындар. Ya, kalau oyunun sifatlaması. Oyunға ат қойып тастадыңдар ма? Қане? Oyunға ат қойып тастадыңдар, иә? Қане, сен қандай ат қойып тастадың? Каба дейді. Қане, ойынның аты кәдімгі қандай? Айқан. Ойынға қандай ат қойып ұстама, монитор қолда ұстама. Ұстап тастай. Қане. Oyunlar sallar, bunlar. Hadi, kim? Algan, ayar. Ne oldu? Böyle oyunlar atlayma. Oyunlar atlayma. Özdeki oyunlar satmak oyun babalar bir ayrı değil fişker değil ya asık der oyun babalar asık ne? Fişker diyor. Top değil asık oyun babalar. Top değil oyun varken ne oyun değil oyuncalar. Gelirse. Ana, sen böyle ya öldürde var oyunlar satıp at oyunu kan bayağı oyunlar işte kaldı. Bismillah. Oyun var, bıraktı. Öz oyunlarını asık demiş ki ben asık demiş. Asık oynuyorsun da. Ha? Hangi dedi? Just hangi?
не өздерің балалар, не өздерің ойнайтын ойынның атын жазыңдар. Өздеріңе үйреншілер. Мысалға, атың кім сенің? Жасұлан? Ал Жасұлан мысалы танк ойын ойнайды, ойынға танк деп ат қояды. Иә, сол сияқты. Ал енді келесі бөлім ал, келесі. Ойынға ойын. Робот істейді, робот істейді. Майнкрафт болсын. Жақсы. Келесі, ал ойынға ат қойып болсаңдар, ойын не туралы? Сол туралы. Bir söylemeyin, Жетпісбай. Жетпісбай.
Сен ойын туралы жаздыңыздар үстеліне. Жалғастыр. Я все понял. Яғни ойын не туралы дегенде ойынды сипаттап жазып ойынның нәтижесі ойынның игілігі ойын неше кезеңнен Vamos!
Ол көз ойынның нәтижесі, ойыннан ниеттесуге себебі көзді қаттырақ жым жайрақ аш тура мен сияқты көздің қарашығын жоғары төмен оңға солға жақсы ал жақсы